Сәлеметсіздер ма? Есімім Гүлдана Жанәліқызы, кардиолог. Бүгінгі айтатыным артериальный гипертензия. Яғни қан қысымы дегеніміз не? Қалыпты жағдайда адамның қан қысымы 120-80 болуы керек. Егер де сізде қан қысымы төмен болатын болса, бұл сіздің бүйрек үсті безіңіздің шаршағыштығын білдіреді. Ал гипертензия дегеніміз бұл 140-80 болуын айтамыз. Бұл қан қысымы кезінде бізде қандай клиникалық көрсеткіштер болады? Ең біріншіден бастың ауруы болады, және де көздің алдында бір шыбын-шіркейлер ұшып жүрген сияқты сезімдердің болуымен сипатталады. Және де кейбір адамдарда құсу, әлсіздік болуы мүмкін. Және де бұл нақты қан қысымын анықтау үшін бізге тонометр қажет болады. Ең жақсысы нақты көрсететіні осы механикалық тонометр болып. Осы қан қысымының көтерілуіне не алып келеді? Ең біріншіден бүйрек аурулары кезінде, екіншіден эндокринді аурулары кезінде, қант диабеті кезінде, менопауза кезінде, және де темекі шегу кезінде, алкоголь өнімдерін қолданған кезде, және де тұзды нормадан тыс қолдану кездерінде осындай қан қысымы көтерулері болады. Енді біз қан қысымын қалай өлшейміз? Ең біріншіден қан қысымды өлшеу бұрын сіз 5 минут демалып алуыңыз керек. Одан кейін барып өзіңізді емін-еркін отырып, аяғыңызды айқастырмай, жаңағыдай жерге екі бірдей табаныңыз тіреп тұру керек, және қолыңызды қойып, механикалық тонометрменен жаңағы екі саусақ өтетіндей манжетті қан қысымын өлшеуге болады. Және де дәрігерге барғаннан кейінде кабинеттің алдында жарты сағат демалып отырып қан қысымын. Егер де қан қысымы бірінші дәрежеде болатын болса, 140-90 болатын болса, біз бұны қалай емдейміз? Яғни тұз өнімдерін организмнен алып тастаймыз. Себебі тұздың өзі қан қысымының көтеруіне алып келеді. Алкогольді өнімдерден, темекі шегуден, егер де гормондық өнімдер қолданатын болсаңыздар, оны сол гормонды алып тастау арқылы емдеуге болады. Және де жаңағы валерьянкалар арқылы, себебі адам валерьянка ішкен кезде қан тамырлары кеңейіп, соның әсерінен қан айналымы жақсарып жатады. Сол үшін бұл бірінші степень кезінде. Егер де қан қысымы 140-90-нан жоғары болатын болса, ондай болса медикаментозды түрде емдеу қажет болады. Бұл комплексті түрде емделеді. Егер де осы қан қысымын алып келетін алғашқы себепті білетін болса, онда ауруды емдеу жеңіл болып келеді. Қан қысымының асқынуы неге алып келеді? Егер де қан қысымы 180-120 мм болатын болса, бұны гипертензиялық криз деп атаймыз. Бұл кризді кейбір адамдар сезбей де қалуы мүмкін. Себебі организм сол қан қысымына үйреніп қалады. Адамда бір внезапно инсульт болуы, инфарктқа алып келуі, осындай жағдайға алып келеді. Бұл қан қысымы қаншалықты сіз дұрыс емдемейтін болсаңыз, қан қысымы жоғары болып тұра беретін болса, бұл бүйректің, яғни созылмалы бүйректің жеткіліксіздігіне алып келеді. Сол үшін қан қысымы көтерілген кезде, оны бірден дәрігерге барып, толық емді алуды қажет ететін ауру болып саналады. Және де ауру қан қысымы көтерілген кезіндегі алғашқы көмектердің бірі, бұл егер жоғары болатын болса, басыңызды жоғары көтеріп отыру қажет. Одан кейін барып, сізде міндетті түрде ингибитор АПФ каптоприл деген дәрі өзіңізбен бірге болу керек. Бұл қысқа мерзімдік әсер ететін дәрі болып табылады. Бұл каптоприлді, егер де сіз емдік дозада ішетін болсаңыз, әрбір 4 сағат сайын ішуді қажет етеді, ал толыққанды емді қажет ететін, ұзақ уақыт әсер ететін дәрі қажет болатын болса, онда дәрігердің кеңесі арқылы өзіңіздің шағымыңызға қарай қан қысымының қанша дәрежеге дейін көтерілуіне байланысты ем тағайындалады. Кейбір жағдайда қан қысымы қанша дәрі ішсе де төмендемейтін кездері болады. Бұл кезде қандай тактика жасаймыз? Бұл кезде СМАТ, яғни суточный мониторинг артериальное давление деп аталады. Сол кезде суткамен жаңағы қан қысымы қай уақытта көтерілді, сол уақытқа сәйкес дәрі тағайындалады.
Одан кейін барып сізде міндетті түрде ингибитор АПФ каптабрил деген дәрі өзіңізбен бірге болу керек. Бұл қысқа мерзімдік әсер ететін дәрі болып табылады. Бұл каптабрилді егерде сіз емдік дозада ішетін болсаңыз, әрбір 4 сағат сайын ішуді қажет етеді, ал толыққанды емді қажет ететін, ұзақ уақыт әсер ететін дәрі қажет болатын болса, онда дәрігердің кеңесі арқылы өзіңіздің шағымыңызға қарай қан қысымының қанша дәрежеге дейін көтерілуіне байланысты ем тағайындалады. Кейбір жағдайда қан қысымы қанша дәрі ішсе де төмендемейтін кездері болады. Бұл кезде қандай тактика жасаймыз? Бұл кезде СМАТ, яғни суточный мониторинг артериальное давление деп аталады. Сол кезде суткамен жаңағы қан қысымы қай уақытта көтерілді, сол уақытқа сәйкес дәрі тағайындалады. Ал коарктация аорты кезіндегі қан қысым болатын болса, егер осы диагноз сізде расталатын болса, бұл оперативті жолды қажет ететін ем болып табылады. Егер де сіздерде қан қысымы болатын болса, қаншаға дейін көтеріледі, соны жаза кетіңіздер. Қандай ем қабылдайсыздар, соны жаза кетсеңіздер болады. Егер де ем қонбай жатса, маған офлайн консультация болмаса, онлайн консультацияға жазсаңыздар болады. Ауырмайық, сау болыңыздар.